Сәлем достар, бүгін біз оладушки, яғни құймақтар жасайтын боламыз. Оның құрамы өте қарапайым. Ол үшін бізге қатық, қант, ұн және де сода қажет болады, жұмыртқа. Ең алдымен 2 жұмыртқа немесе 3 жұмыртқаға қантты, яғни қантты ол өз қалауларыңыз бойынша, бірақ көбірек қоссаңыздар өте дәмді, тәтті болады. Екеуін осылай венчикпен араластырып, қолмен араластырсаңыздар болады. Екеуін жақсылап араластырамыз. Содан кейін келесі біздің ингредиенттерімізді қосатын боламыз. Келесі енді жарты шай қасық тұз қосамыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы немесе кішкене жылытылған қаттықты да осылай араластырып, барлығын жақсылап, ешқандай комок ешнәрсе қалып қоймайтындай қылып жақсылап араластырып алыңыздар. Содан кейін ұнды біртіндеп осы қоспамызға араластырып саламыз. Оның барлығын бірден салмаңыздар, сол кезде сіздерде түйіршіктер болмайтын болады. Ең соңында жарты шай қасық ас содасын қосамыз. Оны жақсылап араластырып, және де осы дайын болған қоспамызды 10 минут, 20 минутқа жылы жерде қойып қойыңыздар. Сол кезде жаңағы барлық құрамындағы заттар жақсы араласып, сіңіп бір-біріне керемет сіздерде құймақ пайда болады. Дайын болған қамырымызды енді қызып тұрған отқа, яғни табаға, ішіне май құйсаңыздар да болады, кішкене тамызып. Болмаса, табаның өзіне де пісіре беруге болады. Құйып болғаннан кейін міндетті түрде бетін крышкамен жапқандарыңыз дұрыс болады, қақпақпен. Сол кезде сіздердің оладьяларыңыз
көтеріліп, сондай үлкен бір пышный болады. Және де бетін жапқан кезімізде қарап тұрамыз. Беті кеуіп, кішкене мынандай тесіктер пайда болған кезде асты уже піскен деген сөз. Содан кейін силиконнан жасалған лопаткалармен келесі бетіне аударатын боламыз. Келесі беті өте тез піседі, сондықтан қарап тұру қажет болады. Дайын болған құймақтарымызды тарелканың ішіне салфетканы жайып, соған жаймендеп сала береміз. Дайын болған құймақтарды, яғни оладьимізді осылайынан әдемілеп тарелкаға салып, жанына құймақ, нутелла, яғни әртүрлі заттармен бірге беруге болады, сгущенкамен деген сияқты. Енді ол өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай. Астарыңыз дәмді болсын, дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Бірден, ең бірінші жасағаннан ақ бірден әдемі болып шығады. Балаларға да, үлкендерге де өте қатты ұнайды. Шаймен, таңғы аспен өте керемет желінетін оладушкиді жасап көріңіздер.